Ассалямуалейкум, қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен осындай Наполеон тортының ең оңай рецептін ұсынамын. Міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Қазір тортымызға қатпарлы қамыр жасайтын боламын. Ол үшін 650 грамм ұнымызды қажетті ұнымызға, осылайша керек майымызды, сары майымызды үккіштен өткіземіз. Әбден бәрін өткізіп, қолымызбен бәрін араластырып жібереміз. Қазір елегелі жатқан қамырым тура 1 килограммға тартады. Барлығын өлшеп саламын. Қажетті суымызға, салқын суық суымызға жарты шай қасық тұзымызды ертіп қоямыз және қамырымызға құйып шығамыз. Міндетті түрде қамырымызды үстеліміздің үстіне салып, басып біріктіре береміз. Қамырымызды жинақтаймыз. Міне қамырымыз дайын болды. Енді осы қалыпта бірден морозильникке салып, қажетті выпечкаларыңызды пісірсеңіздер болады. Мен енді кішкене 10 минутқа қоя тұрып, қамырымды қазір жаюға кірісемін. Қамырларымызды 4 бұрышты етіп кесіп аламыз. Осы қамырымыздан менде 4 тапа осындай кішкене бауырсақ тәрізді көшелер шықты. 4 тапамызды да 200 градуста 15 минут көлемінде пісіріп аламыз. Ал енді біз кремін дайындауды бастаймыз. Ол үшін қажет 1 литр сүтімізге 200-300 грамм қант қосамыз. Қант көп болған сайын біздің креміміз тәттірек болады. Сосын бөлек ыдысқа 4 осылай жұмыртқамызды жарып, әбден араластырып алып, 60 грамм ұнымызды салып жібереміз және тағы да әбден түйіршіктері қылмағанша дейін араластырып аламыз. Сүтімізді отқа қойып ысытып аламыз және де осылай жаңағы сұйықтығымызды сүтке құйып отырып араластыра береміз. Мен кремімізді отқа тағы да 1-2 минутқа қойдым. Тағы да кішкене қоюлансын деп. Қазір креміміз дайын болады. Креміміз дайын, әлі де суымаған. Қатпарлы нанымыз да пісіп дайын болды. Енді осының бәрін кремге салып жібереміз. Формамызға осылайша массамыздың бәрін салып, кішкене басып қоямыз. Және де холодильникке 1 сағатқа қойып қоямыз. 3 тапамыз креммен араласып кетті. Енді соңғы 4-ші тапаны осылайша мен үгітіп тастап жатырмын. Бұл енді бетіне себуге қажет болады. Тортымызды тек осы кезде ғана формадан босатып жатырмын. Әбден суып болған соң және де енді бетіндегі присыпкасын жабыстыратын боламын.
Ал мінекей достар, торт Наполеонымыз дайын болды. Сіздерге торт ұнаса лайк басып, осы торттың видеосымен достарыңызбен бөліссеңіздер болады. Ол үшін поделиться кнопкасын басып, чаттарға жіберсеңіз болады. Сонымен қатар басқа да видеоларымды көруге кеңес беремін. Оларға қазір төбеде ссылка қалдырамын.